Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабақ жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген тақырыпта болады. Қаратпа сөздерді үйренетін боламыз. Қаратпа сөз дегеніміз не екенін білесіңдер ме? Ол басқа біреудің назарын аудару мақсатымен соған қаратыла айтылған оқшау сөздердің бір түрі. Енді балалар, маған айтыңыздаршы, қаратпа сөздерді қолданған кезде қандай сөздер айтып көрдіңіздер? Мысал ретінде достар немесе балалар деген сөздерді келтіруге болады ғой. Ең алдымен сергіту сәтінен бастайық. Енді біз білімдерімізді қолдана отырып ойын ойнасақ, не істейміз? Мысалдар арқылы бекітейік. Мен мәтінді оқимын, ал сендер қаратпа сөздерді табыңдар. Көктемгі еңбек. Күн жылынып, жер бусанды. Бүгін мектепке сенбілік болды. Балалар, бүгін бәріміз аула тазалаймыз, деді мұғалім. Жақсы апай, біз дайынбыз, деді Аружан мен Данияр. Аружан, сен гүл отырғыз. Данияр, сен жапырақтарды жина, деді мұғалім күлімдеп. Балалар бірігіп жұмыс істеді. Қараңдаршы достар, ауламыз қандай таза болды, деді Данияр қуанып. Я, мәтінді оқыдық. Бұл жерде қаратпа сөздер қандай сөздер? Айтып өтіңдерші. Өте дұрыс таптыңдар. Байқадыңдар ма? Қаратпа сөз үтір арқылы ажыратылады. Қаратпа сөз сендерге түсінікті деп ойлаймын, ал бұл сендерге берілген үй тапсырмасы. Оқып, қаратпа сөздерді табыңдар.